Жалпы тілдің сүйегі болмаса да сүйекті сындырардай қауқары бар ғой. Өлең деген өмірдің үзіліп түскен мөлдір тамшысы, өлең сөздің патшасы. Сондықтан бүгін сіздерге патша қызмет етсін. Менің 20 жасында жазған Күлшенан деген өлеңім бар тұғын бірінші содан бастайды. Ауылға батыр боп таңын атырған шыдар, жарқырап сонда отылдан шынар. Күлше пісіріп анам тағы да отынын бұтап отырған шығар. Күлшедей жанды суреттеп бақшы, күлшелі бала сүймекке жақсы. Күлше наным деп атайды бізде ұлтымның тілін сөйлеткен асты. Қалада бұның күнә болған ба, ауылда басқа шуға қонғанда, жетейге ыстық нан таратан аптаның күні жұма болғанда. Сәлем бердіктен жалықпай жағын, ас болсын деп мен халыққа айтамын. Жетейдің қымбат батасын менен қабыл болсынын алып қайтамын. Ойледім атам еркеткенімен, үлгі алдым ана үрпек денінен. Сауапқа байып қалушы едім шешемнің жеті шелпектерімен. Құлдыйлап жардың ұшында қарман, бұл өмір дейтін құсымба қарғам. Балалығым әлі ішімде жатыр тоқалы шақтың тұсында қалған. Ауыл деп тағы ежекке тілім, өмір ғой мынау кезек келетін. Бейсенбі сайын бауырларымда шелпек нан үшін кезек теретін. Болса да мұнда қауымда бадам, жауында қалам, дауылда қалам. Амандық үшін күлше пісірген аман жүр бекен ауылда ғанам. Күлшенің ойға түйші берері, ұлтыңды мәңгі сүйші дегені. Шелпек пісіріп жатыр ау шешем, мұрныма елдің есі келеді.